жалпы қазіргі заманда жастар арасында трендке айналған бағыттың бірі бұл нумерология. Расымен осы сандардың туған жылымыздың, айымыздың, күніміздің өмірімізге, мінезімізге ықпал етеді деп қызығушылық туындап жатады. Ол ғылыми дәлелденген айғақ, оның сыры қандай, сандардың сиқыры неде? Қазір сұрап білеміз. Таңшолпанның қонақжай студиясының төрінде нумеролог Құралай Бақытқызы ханым. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай таңғы? Көтеріңкі. Эфирларыңыз өте позитивті, көңіл күй де шаттық. Рахмет. Нумерология жалпы салаға тоқталайық. Енді бұл көріпкелдік пе, бұл бақсы балгерлік пе, бұл енді осы ғылымды өзіңіз маман ретінде өз аузыңыздан естейікші. Өте жақсы сұрақ, өйткені көп адамды мазалайды, көп адам шатастырып жатады балгерлікпен. Бұл бізде ғылым, бұл бізде нақты ғылым. Өйткені біздің нумерология негізін қалаушы Пифагор атасы, ал ол бізде математика атасы. Сол себепті сандар бар жерде нақтылық бар. Мен әрқашан консультацияға барғанда калькулятор алып жүремін. Сол себепті сандарға жүгініп, прогноз береміз, бағыт береміз, ал ол нақтылық. Жалпы сандар сөйлейді, бұл әлемнің өзі сондай бір математикалық дәлдікпен есептелгенде. Әр нәрсе өзінің бір жүйесі бар деп ойлаймын. Әр нәрсенің есебі бар. Мысалы, намазға жығылатын адамдардың өздерінде де 5 уақыт намаз оқиды, 33 рет жәнегіде таспих айтады, не болмаса Кабаның өзін 7 рет айланады деп айтып жатады. Сол себепті 7 саны қазақта бұрыннан келе жатқан қасиетті сан. Адам баланың жәнегі бала нәресте ананың ішінде 9 ай, 9 күн мысалы дүниеге келеді. Сол себепті сандардың да бұл жерде сыры бар. Сандар адамның өміріне әсер етеді, ықпал етеді, оның туған жылы, айы, күні барлығы, Өйткені барлық сандарды қосып адамның мысалы бағытын білуге болады, қай салада өзін көрсете алады, не болмаса минус, плюс тұстарын сол себепті бағыт беріп, және минус тұстарымен жұмыс жасап, балаларға өте сондай актуалды қазір мамандық таңдағанда жақсы көмегі бар. Маған дәл қазір онда есептеп бере аласыз ба? Менің туған күнім, айым, жылым, менің мінезім қандай екен, маған қандай бір бағыттар сәйкес келеді екен деген секілді. 27-сі 6-шы ай 1995 жыл. Сізде мыңдық код бар екен. Мыңдық код деген өте қабілетті, барлық адамда бола бермейді. Ондай адамға орта жол жоқ. Өте сондай намысшыл, мақсатыңызды жоғары қоятын адамға жатасыз. Аз нәрсеге қанағат тұтпайсыз, қарапайым емессіз. Сізде маған ұнап отырған еңбекқорлық пен шымырлық. Сіз тез шешім қабылдайсыз. Ондай адам IT, инновация саласында жақын болады. Сол себепті сізде программист достарыңыз бар ма деп ойлаймын. Сондай адамда тартылады, сіз өте заманауи, жастарға жақынсыз, ойыңыз ұшқыр, прогресске жәнегі әлеуметтік жүйелерге өте жақын. Одан бөлек жан-жақты адамсыз, позитивті адамға жатады екенсіз. Тағы сандарыңызда энергия өте көп, спортқа бейімділік бар. Мысалы, мен сізге кішкентай кезіңізден ата-анаңыз келсе, баланы кроссфит, спорт, кез келген спорт жағынан дамытуға болады деп айтар едім. Және де дұрыс тамақтануға жақын адамсыз. Дұрыс тамақтану сіз үшін маңызды. Одан бөлек жолыңыз болғыш, 27 күні 7 саны бар, 7 публика сізді жақсы көреді. Бір жерге барғанда бірден көзге түсіп қаласыз, адамдарға ұнап жатасыз. Тағы не айта берсем, сандар жәнегі сұрағыңыз болса жауап берермін. Сәтті саныңыз 3. Түс, жасыл түс сізге сәттілік әкеледі екен. Желтоқсан айында көбінде өміріңізде бір өзгеріс болатын точка старта деп айтамыз. Туған айыңызға кез келген оқырмандар үшін 6 айды қосқан кезде әр адамда өзінің бір өзгеріс айы, мүмкіндіктер айы болады. Сол айда сізге бір ұсыныстар түссе, сіз қабылдағаныңыз дұрыс болады. Рахмет деймін. Енді қазір осы халық арасында нумерология саласына қызығушылық көп пе? Қазір қабылдап келе жатыр ма? Енді мына үлкен бір өмірдің белестерінің алдында жиі жүгіне ме, мысалға жаңағы ұлттық бірыңғай тест дейміз ба, немесе емтихан алдында тағы да басқа сәттерде? Сұрағыңыз өте түсінікті. Көп елдерде, мысалға шетелдерде Корея, Қытай, басқа елдерде өте қатты дамыған, біздің елге соңғы жылдар келе бастады. Мысалы 5 жыл бұрын нумерология деген ешкім білмейтін. Қазір көп адам жүгінеді, әсіресе денсаулыққа қатысты. Қазір карантин кезінде көп бизнесқа әйел адамдар үйде отырып, және бала күтімінде отырған әйел адамдар көп хабарласады. Оқу
оқып өзін дамытқысы келеді, қандай оқу маған қосымша және біліктілігімді арттырғым келеді, қандай бизнес жүреді. Мамандықпен 90% адамдар баласына мамандық таңдауға. Және 9-шы сыныптан кейін дұрыс бола ма, 11-ші сыныптан кейін дұрыс бола ма, әскерге жіберген дұрыс бола ма деп көп хабарласады. Өзіңіз нумерологияға қалай келдіңіз жалпы? Сіз кімнен үйрендіңіз? Жалпы бұл саланы қалай, мысалға қызығушылықтан мен де нумеролог боламын дейтін болса, қалай үйренуге болады? Арнайы оқытатын жер бар ма? Бұл бір 7 күндік оқып алатындай бір курс па? Ең жақсы бізде нумерологтарды оқытады, ол Тибет жақта, мысалы. Ол жерде жатып оқуға болады. Мен Ресейден оқыдым. Қазір оқытатын адамдар Қазақстанда да өте көп. Бірақ Ресей, Қытай екі нумерологияны қатар алып жүремін. Біреуі классикалық нумерология деп аталады, біреуі Қытайдан бастау алатын усин нумерологиясы деп. Қытайда, например, мысалға, ең басында Алла тағала жаратқан кезде әлемді 6 күнде жаратты және 5 стихияны жаратқан. Біздің өміріміз өте соған байланысты деп айтады. Мысалы, бір адам от сияқты болады, тез жүреді, тез қимылдайды, спортқа жақын болады, шымыр болады. Екінші адам ағаш сияқты болады, баяу өседі, баяу қимылдайды, жан-жаққа өседі. Ол адамды асықтыруға болмайды. Сол сияқты бұл жерде көп бізде табиғатпен байланысты екен. Адамның өзі қоршаған ортаға. Нумерологияға келген себебім, мен бұрын аналитика сараптама жұмыстарын жасап, программист болып жұмыс жасадым, тестировщик болдым. Сол кезде көп және туған күн сандармен адамның ауруын қарап отыратын. Көп бір күнде дүниеге келген адамдардың аурулары бірдей. Витилигамен ауырады, онкологиямен ауырады. Сонда бұл жерде қандай да бір сыр бар шығар деп мен ете бастадым, күдіктене бастадым. Ары қарата зерттеген кезде көп сыр ашылды. Көп адамдардың жәнегі минус плюс тұстары, біреуде шыдам болмайды, біреу өте еңбекқор, біреудің қолында ақша берекелі, біреуде шашылады деген сияқты сандар сыр ашты. Қызығушылығым оянды, содан нумерология ғылымын терең зерттей бастадым. Қазір нумерологпын және бұл ғылымды зерттеуші аналитик болып саналамын. Енді осы ғылымды зерттеп жүрсіз. Жаңа айтып кеттіңіз, осы Ресей елінен білім алдыңыз. Және Қытайдан, қазақ адам оқытты. Біздің қазақы салт дәстүріміздегі осы бір сандарға байланысты таным түсініктеріміз бар ғой біздің. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, 40-нан шығару, 13-те отау иесі дейді бізде. Жаңағы мүшел жас деген нәрсе бар бізде, осындай бір сенімдеріміз. Бұған ғылыми тұрғыдан қайшы келмей ма? Қарама-қарсы келмей ма біздің осы қазақы сандарға байланысты түсінігімізге? Қазақ өте бәрін білген деп ойлаймын. Мысалы, бұрыннан бізде нумерологияда тақ сандар өте сондай сәтті сандар. Бізде қазақтарда 9 санын, 7 санын, 3 санын өте қасиерлеген. 7 санын қасиетті деген, ал нумерологияда ең сәтті сандардың бірі, өйткені ол отбасылық бақытқа жауап береді. 7 күні көп адамдар үйленіп, аттасып жатады, сол себепті 7 махаббат саны, отбасылық бақыт саны. Қытай елінде 8 саны шексіздік өте сондай өздері олимпиада күнін, спартакиаданы көбінде 8-ші датамен 8-ші сағатқа қояды екен. Әрқашан оларға сәттілік әкеледі. Нумерологияда да 8 саны адамда көп болса, көп жерге есік ашық, фарт деп жатамыз. Сол себепті сандардың әрқайсының өзінің беретін мағынасы болады. Спортсмендерде 2 мен 4 көп болады. Ең атақты спортсмендерді алып қарасаңыз, кодтары бірдей. Және 2 мен 4 саны көп. Биыл 2020 жыл енді жалпы адамзат үшін, әлем үшін осындай бір күтпеген жаңалықтарға толы болды. Бұл нумерологияда қалай түсіндіруге болады? 20-20? 2-2-2-0. Қаңтар айында коронавирус жәнегі бұл дерт келмес бұрын мен Астана каналында және интервью берген кезде мен айттым, барлық туған күн сандарын қосқанда 4, барлық жылдың сандарын қосқанда 4 саны шығады. 2020 ең соңында 4. Ал 4 бізде сауықтыру, денсаулық, шыдамдылық жылы. Сол себепті биыл адамдардың көбі бизнесқа, карьераға көңіл аса зейіннен бұрын денсаулыққа қояды. Көп қаражат денсаулыққа жұмсалады. Елімізде әлеуметтік қызметтермен және мекемелер медицина бойынша сауықтыру орталықтары ашылады деп айтқан едім. Яғни бұның бәрі Алланың өзінің бір программасы деп ойлаймын. Енді алдағы жылдан не күтеміз? Келер жылдың көктем айынан ары қарата қазақстандықтар үшін жалпы бүкіл дүние үшін өте сондай позитивті, жақсы бір өркениет дамитын, ұшқыр ойлар келетін, прогресс келетін бір алтын ғасыр келе жатыр деп өзім ойлаймын. Өйткені өте жақсы сан келе жатыр. 5 саны жүректілікті білдіреді, сезімталдықты білдіреді, және де жаңашылдық. Көп өзгерістер болатын жыл. Айтқаныңыз келсін, оң өзгерістер молынан болсын дейміз. Рахмет сұхбатыңызға.